Жаяу жүру қарапайым көрінгенімен бүкіл ағзаға пайдалы әдет. Бұлшықетті нығайтады, жүрек жұмысын жақсартады, қан айналымды жақсартады және тыныс алу жүйесіне оң әсер етеді. Күніне небәрі 30 минут серуендеу өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартады. Бұл фитнеске баруды қажет етпейді, тек тұрақты қимыл. Жаяу жүрген кезде калория жанып, зат алмасу жақсарады. Сонымен қатар бұл күйзелісті азайтып, жүйкені тыныштандырады. Адам табиғатпен, сыртқы ортамен байланысады, ал бұл ми жұмысын жақсартады. Қан қысымын төмендетіп, ұйқыны жақсартады. Көптеген мамандар күнделікті жаяу жүруді жүрек аурулары мен диабеттің алдын алу тәсілі ретінде ұсынады. Қарапайым амалдар: жұмысқа бір аялдама ерте түсіп алу, кешкі серуенді әдетке айналдыру, лифт орнына баспалдақпен көтерілу. Уақытыңыз болмаса 10 минуттан 3 рет бөліп те жүре аласыз. Бастысы қозғалыс тоқтамасын. Жаяу жүру қолжетімді, тегін және кез келген жастағы адам үшін пайдалы.